сәлеметсіздер ме, қымбатты бауырлар? Анджелина Джоли, Голливудтың әйгілі актрисасы, қайырымдылық қызметі үшін бүкіл әлемге тәнті болып, исламды қабылдады. Бұл оқиға желіде үлкен реакция тудырды. Онда қолдаушылар да, сыншылар да оның рухани өзгеруіне әкелген оқиғаларды біріктіруге тырысуда. Оның қарапайым киім киген суреттері тарап, адамдар өз пікірлерін білдіруде. Мұсылман жанкүйерлері оны шын жүректен құттықтайды. Ал кейбір еврей топтары оның шешіміне алаңдайтын сияқты. Оның қабылдауына не түрткі болғаны туралы көптеген сұрақтар туындайды. Бұл Лос-Анджелестегі жойқын өрттің салдары болды ма? Әлде оның Пәкістан мен Үндістан сияқты аймақтардағы көп жылдық гуманитарлық қызметі болды ма? Оқиға қайырымдылық пен жанашырлықтың фонында өрбиді. Бұл қасиеттер Джолидің өмірге деген көзқарасын ұзақ уақыт бойы қалыптастырды. Кең таралған алыпсатарлықтың ортасында куәгерлер мен инсайдерлердің есептері пайда болды. Бұл оның онсыз да керемет саяхатына интригалар мен егжей-тегжейлерді қосты. Осы уақытқа дейін бірде-бір ресми мәлімдеме ешқандай күмән тудырмайтын бүкіл оқиғаны растаған жоқ. Мансабының басынан бастап, Джоли көптеген құрдастарынан айтарлықтай уақыт пен ресурстарды гуманитарлық мақсаттарға арнауымен ерекшеленді. Ол соғыстан зардап шеккен аймақтарда ерікті болып жұмыс істеді. Босқындарды қорғады. Тіпті біріккен ұлттар ұйымының ізгі ниет елшісі қызметін атқарды. Оның қайырымдылыққа деген адалдығы тек қоғаммен байланыс шеңберінен шықты. Ол жергілікті мәдениетке қанық болды. Қоныс аударған отбасылардың әңгімелерін тыңдады және жаһандық мәселелерді қамту үшін платформасын үнемі пайдаланды. Осы жылдар ішінде ол нәсілдік және ұлттық кедергілерді жоюға деген сенімін баса көрсете отырып, әлемнің түкпір-түкпірінен балаларды асырап алу арқылы әртүрлі отбасын құрды. Дегенмен, жанкүйерлер оның неге ешқашан мұсылман баласын асырап алмағанына таңғалды. Әсіресе оның ислам халқы көп елдерге белсенді қатысуын ескере отырып, өткен сұхбаттарында Джоли исламды қатты құрметтейтінін меңзеп, бұл діннің кейбір аспектілерін зерттегенін меңзеген. Осыған қарамастан, оның бір күні өзінің дінін қабылдағанын көпшілік алдында жариялайды деп күткендер аз болды. Джолидің исламмен қарым-қатынасы туралы қауесеттерді тудырған маңызды эпизодтардың бірі оның жойқын су тасқынынан кейін Үндістандағы Пәкістанға сапары кезінде болды. Көмек ұсынуға бел буған ол шалғай аудандарға барып, барлығынан айырылған отбасылармен кездесіп, гуманитарлық көмек жеткізуді ұйымдастырды. Бір кезде куәгерлер оның ауылдағы шағын мешітке кіргенін, онда намаз оқып, немесе Құран оқып жатқан сенушілерді бақылап отырғанын хабарлады. Ол сыртқа шыққанда көзінен жас ағып, қатты әсер еткендей болды. Осы қарапайым ортада бір нәрсе оның жан дүниесіне қатты әсер етті деген қауесет тарады. Ол сол кезде қандай да бір емдеу туралы ресми түрде айтпаса да, оның терең реакциясы оның жаңа рухани перспективаға ие болуы мүмкін екенін көрсетті. Бәлкім, дәл осы сәтте исламға деген қызығушылықтың алғашқы тұқымын сепкен болуы мүмкін. Көптеген адамдар адамның қарапайым қимылы, жұбаныш беретін өлеңі, қоғамдастық сезімі немесе жеке тарихы оның бойында терең ойлар тудырып, нәтижесінде оны жаңа рухани жолға түсіретінін алға тартты. Кейбіреулер бұл оқиғаға әлі де күмәндануда. Жақында Лос-Анджелестегі орман өрттеріне жылдам алға. Бұл жалынның жалыны аудандарды қиратып, мыңдаған тұрғындарды үйлерін тастап кетуге мәжбүр етті және бүкіл көшелер мен күл қоқыстарды қалдырды. Мен Джолидің қалай жүргенін білгім келді. Тозақ оты оның үйіне әсер етті ме? Көп ұзамай оның мүлкі бүлінбегені туралы хабар шықты. Ал жақын маңдағы көптеген үйлер жалынға оранды. Алайда Джоли өзін бақытты деп санаудың орнына өзіне тән жомарттықпен жауап беруді шешті. Мәліметтерге сәйкес, ол резиденциясының едәуір бөлігін үйінен айырылған 100-ге жуық адамға арнап ашқан. Оның үйі қосалқы бөлмелері, ортақ асханалары және дағдарыс жағдайында біріккен қауымдастықтың ұжымдық рухы бар уақытша баспанаға айналды. Оның қабырғасында атақты тұлғалар да, қарапайым отбасыларда жұбаныш тапты. Бұл ашық есік саясаты Джолидің әлеуметтік және экономикалық шекараларды еңсеретін гуманитарлық қайраткер ретіндегі бұрыннан келе жатқан имиджін нығайтты. Алайда бұлардың ешқайсысы оның исламды қалай және неліктен қабылдауға жеке шешім қабылдағанын толық түсіндіре алмайды. Бақылаушылар бұл жерде тағдыр шешуші рөл атқарды ма деп ойлайды. Көптеген дереккөздерге сүйенсек, шешуші сәт бір кеште Джоли мен оның уақытша қонақтары демалуға жиналған кезде болған. Жақын досы оған алкогольдік сусын ұсынған болуы мүмкін. Бұл кейбір әлеуметтік ортада жиі кездесетін қимыл, бірақ бұл атмосфераны түбегейлі өзгертті. Джоли іше алмайтынын түсіндіріп, стаканнан бас тартты. Өйткені ол қазір ислам ілімін ұстанады. Шошып кеткен досы оның мұсылман емес екенін еске салып, талап етті. Осы кезде Джоли өзінің дінге бет бұрғанын ашық айтып, исламды сабырмен қабылдағанын және оның діни ұстанымдарын ұстануға ниетті екенін айтты. Ол исламның жанашырлыққа, қоғамдастыққа және моральдық көшбасшылыққа баса назар аударуы
оның гуманитарлық принциптерімен терең үндесетініне сенімі туралы егжей-тегжейлі айтып бергенде жиналғандар таң қалды. Куәгерлердің айтуынша, жиналғандардың кейбірі оның мәлімдемелерін видеоға түсіріп алған, бірақ әзірге ешқандай ресми ақпарат пайда болған жоқ. Дегенмен, бұл қауесет интернетте тез таралып, оның жанкүйерлері, оны жек көретіндер және бейтарап бақылаушылар арасында қызу пікірталас тудырды. Бұл көптеген адамдар үшін бұлтартпас дәлел болды. Джолидің үндеуі туралы жаңалықтар қарқын алған сайын әлеуметтік желілерде қарама-қайшы көзқарастар пайда болды. Мұсылман қолданушылары қуанып, оның одан әрі рухани өсу үшін дұға етті. Кейбіреулер оның қайырымдылық істеріне жомарттық пен жанашырлық сияқты исламдық құндылықтарға сай келетініне сеніп, ұзақ уақыт бойы қалай таңданғанын айтып келеді. Бұл арада еврей қауымының бірнеше мүшелері өздерінің күйзелістерін немесе тіпті көңілсіздіктерін білдірді. Бірқатар интернет комментаторлар Голливудтың тарихи түрде көптеген діни дәстүрлердің отаны болғанын, бірақ атақты адамдар өздерінің діни ұстанымдарын көпшілік алдында сирек өзгертетінін атап өтті. Скептиктер бұл жарнамалық трюк пе, түсінбеушілік пе, әлде алдағы киножобаның бір бөлігі ме деп ойлайды. Алайда Джолидің достары оның көптеген жылдар бойы исламға қызығушылық танытып, Құран оқып, саяхат кезінде ислам ғалымдарымен сөйлескенін айтады. Оның басшылығы ресми мәлімдеме жасамаса да, оның мәлімдемесіне куә болғандардың айғақтары оның шешімінің дұрыстығына күмән келтірмейді. Көптеген адамдар бұл жай ғана логикалық даму деп ойлады. Келесі апталарда Джолидің жеке және кәсіби өміріндегі ықтимал өзгерістер туралы қауесеттер тарады. Ол мұсылман есімін алып, шошқа етінен бас тарту сияқты диеталық шектеулерді ұстанып, күнделікті дұғаларды өз кестесіне енгізгісі келеме. Жанкүйерлер оның гуманитарлық миссиялары негізінен мұсылман елдеріне, әсіресе қақтығыстардан немесе табиғи апаттардан зардап шеккен аймақтарға бағытталуы мүмкін деп болжады. Басқалары Голливуд студиялары мен продюсерлерінің қалай әрекет ететініне таңғалды. Олар оның діни таңдауын қабылдай ма, әлде оны нарыққа шығуға кедергі ретінде қабылдай ма? Жақын достары Джолидің қайырымдылық құндылықтарын ұстанатынын айтты. Ол эмпатияны, әлеуметтік әділеттілікті және халықтың осал топтарының әл-ауқатын бағалайды. Бұл қазірдің өзінде көптеген исламдық ілімдерді көрсетеді. Осылайша, кейбіреулер оның жаңа сенімімен қалыптасқан мансабы арасындағы ең аз үйкелісті болжады. Соған қарамастан, батыстың ірі атақты адамының исламды ашық түрде жариялауының айқын жаңалығы ток-шоуларда, блогтарда және жаһандық жаңалықтар платформаларында сансыз пікірталастарды тудырды. Бұрын оның актерлік рөлдеріне немесе жеке қарым-қатынастарына назар аударған, назар қазір оның рухани өзгеруіне ерекше назар аударды. Кейбіреулер оның батылдығын мақтаса, басқалары сенімсіз болып қалды. Джолидің шешімін талдай отырып, көпшілігі оның мұсылмандар көп тұратын аймақтардағы ауқымды қызметіне назар аударады. Таяу шығыстан Африканың кейбір аймақтарына дейін ол соғысқа, аштыққа немесе мәжбүрлі қоныс аударуға қарамастан өз сенімдерін үмітпен ұстанатын адамдарды кездестірді. Бәлкім, бұл тәжірибе оның бойында бірте-бірте исламдық сенімдерге деген құрметті оята бастаған шығар. Оның үстіне, оның көз жасын сүртіп жатқанын көрген Пәкістанның ауылдық мешітіне баруы маңызды болып қала береді. Тағы бір фактор оның бірнеше асырап алған балаларына деген терең жанашырлығы болуы мүмкін. Бұл оларға қиын уақытта күш беретін нәрселерге қызығушылық тудырды. Скептиктер атақты адамдар дінге бет бұру туралы қауесеттерді жиі кездестіретінін атап өткенімен, оның ішімдік ішуден бас тартқаны туралы көптеген куәгерлердің айғақтары мен біржақты мәлімдемелері бұлтартпас болып көрінеді. Сайып келгенде, оның әңгімесі мағына мен қарым-қатынасты әмбебап іздеуге баса назар аударады. Бұл өмірді өзгертетін оқшауланған оқиғадан туындады ма, әлде жеке рефлексияның баяу жинақталуынан туындады ма? Джолидің жолы сенім, жанашырлық пен адамгершіліктің ортақ құндылықтарына негізделген. Әртүрлі адамдарды біріктіре алады деген идеяны көрсетеді. Әлі күнге дейін көпшілікті қызықтырады. Сайып келгенде, Анджелина Джолидің үндеуінің нақты мән жайлары оның өзі жұртшылыққа жүгінгенге дейін ешқашан толық анықталмауы мүмкін. Дегенмен, бар есептер оның бүкіл әлем бойынша саяхаттары мен гуманитарлық жұмыстарынан басталған. Пәкістан сияқты жерлерде эмоционалды кездесулермен күшейген және осы сәтте шарықтау шегіне жеткен тартымды әңгімені біріктіреді. Лос-Анджелестегі дағдарыс. Оның үйін өрттен зардап шеккендерге ашуға дайындығы бүкіл әлемге таралатын тыныш мәлімдемеге негіз болды. Қазір дүние жүзіндегі мұсылмандар оның саяхаты үшін құттықтаулар мен дұғалар жіберіп жатыр. Ал кейбір жаман ниет білдірушілер оның уәждеріне күмәндануда. Әртүрлі реакцияларға қарамастан, Джолидің айқын таңдауы оның рухани және моральдық негіздерді жеке іздеуін көрсетеді. Бұл оның басқаларға қызмет етуге деген ұзақ мерзімді міндеттемесіне сәйкес келеді. Егер ол мәлімдеме жасаса, бұл оның жаңа сенімдерін Голливудтағы талапшыл мансабымен қалай үйлестіретініне қосымша жарық түсіруі мүмкін. Осы уақытқа дейін оның тарихы көпшіліктің таңданысына айналды. Шынында да, интернеттегі үздіксіз алыпсатарлықтың осы дәуірінде Джолидің үндеуінің маңыздылығы атақты адамдар мәдениетінен асып түседі. Бұл мұқтаж адамдармен тікелей кездесулер,
жанашырлық әрекеттері және терең эмпатия сәттері арқылы жеке сенімнің қалай дамитынын білдіреді. Ол өзінің жаңа руханилығын көпшілік алдында мойындауды жалғастыра ма, әлде жеке тәжірибені таңдай ма? Оның шешімі діни төзімділік, конфессияаралық қарым-қатынастар және өмір туралы үздіксіз әңгімелерге ықпал етеді. Жеке трансформацияның күші. Қазір сансыз жанкүйерлер оны тек Голливуд белгішесі ретінде ғана емес, сонымен бірге ол шабыттандыратын сенім принциптеріне сәйкес өзінің болмысын қайта елестетуге батылы барған адам ретінде де көреді. Нақтырақ мәліметтер пайда болғанша, әлем бір кездері негізінен блокбастерлік фильмдердегі рөлдерімен танымал болған актриса Анджелина Джоли ислам мен гуманизм төңірегіндегі жаңа диалогтардың катализаторы бола ма, жоқ па, соны бақылап болжай алады. Әзірге оның әңгімесі бір ғана шешімнің керемет өмірдің бағытын мәңгілікке қалай өзгерте алатынының куәсі болып табылады. Олар оның бәрі бар екенін айтты. Атақ, байлық, сұлулық және ықпал. Ол қызыл кілемде гаухар тастармен жүрді. Журналдардың мұқабаларын жұмбақтығымен безендірді және қорықпай қатысуымен жүректерді жаулап алды. Бірақ әлем бұл оқиғаны толық білмеді. Камералардың жарқылының астында, қол шапалақтау дыбыстарының астында тыныш азап болды. Ізденіс, сұрақ оның табысының үнсіздігінде жаңғырықты. Бізде бар болғаны осы ма? Содан кейін бірдеңе өзгерді. Газет тақырыптарында да, таблоидтарда да емес, оның жан дүниесінде де. Бүкіл әлемге олар білетін әйел ешкім күтпеген бұрылыс жасады. Ол шудан алыстап кетті. Ол іштей бұрылып, оны өзегіне дейін сілкіндіретін, ежелгі, қасиетті, оны осы вақыт бойы күтіп тұрған нәрсені тапты. Ол исламды дін ретінде де, мәдениет ретінде де емес, кәсіп ретінде де, сезінген бос орынды толтырған шындық ретінде де тапты. Бұл туралы ешқашан әлемдегі бейбітшілік ретінде айтқан емес. Ол әрқашан өнімділікті талап етті. Және әлем бұған қалай қарады. Алдымен сыбырлау, содан кейін пікірлер айтылды. Содан кейін дауыл басталды. Неліктен ол мұны таңдады? Олар сұрады. Оны әйгілі еткен нәрсені неге атап өту керек? Неге қызыл кілемдерді намаз төсеніштеріне ауыстыру керек? Неге мойынсыну үшін гламурдан бас тарту керек? Бірақ олар түсінбейтін нәрсе бұл. Ол өзін жоғалтқан жоқ. Ол ақыры өзін кездестірді. Ол жасырмады, ашты. Ол сынған жоқ, алға ұмтылды. Олар оның көрген нәрселерін дұғаның таңғы нұрында, ораза ұстау тәртібінде, осы дүние мен келесі дүние арасындағы қасиетті үзілісте көре алмады. Олар оның естігендерін мәнерлеп оқу ырғағымен, мейірімділік тілімен, садақтардың тыныш кішіпейілділігімен естімеді. Олар оның қарапайымдылығынан тапқан қауіпсіздігінде, адалдығынан тапқан қадір, қасиетінде сезбеді. Бірақ ол мұны сезінді, және ол білді. Ол дүниенің жойылып кетуі мүмкін екенін білді. Ол өзінің шындығының қадірін білді. Бірақ ол сонымен бірге бұл тыныштық, тыныс тыныштық беретін, нағыз якор сатылмайтынын білді. Ал жан шындықпен байланысқа түскенде артқа жол жоқ. Ол қорқынышпен емес, күшпен, көзге көріну үшін емес, көру үшін басқаша жүре бастады. Және әр қадам сайын ол әрқашан болуы керек әйелге айналды. Ол жұмсақ, күштірек, сабырлы, дана болды. Оның дауысы өзгерді, хабары өзгерді. Оның жұмысы адамгершілікке, шынайылыққа, әділдікке айналды. Өйткені Құдайды шынымен тапқан кезде, оның жаратылысына қызмет етуден басқа амал жоқ. Әлем оны таң қалдырғанымен, ол бүлік үшін емес, азаттық үшін күлді. Ол ешқашан елестете алмайтын айқындық үшін алғыс айтты. Ол өмірінде бірінші рет өнер көрсетпеді, дұға етті, әрекет етпеді, баптады. Басқа біреу болуға тырыспады. Ол көп күткеніне қарамастан, әрқашан кім болғанына қайта оралды. Және бұл нағыз шок болды. Біреудің өзгергені емес, бәрі бар біреудің тереңірек, шынайы, мәңгілік нәрсе үшін бәрінен бас тартуға батылы барғаны. Көрдіңіз бе, бұл жай ғана атақты адам туралы емес. Бұл батылдық туралы. Бұл ішкі дауысты тыңдау туралы, өйткені әлем оны өшіруге тырысады. Бұл жаңадан бастауға, өз жолыңды таңдауға, басқалар басқа жаққа қараса да, нұрды табуға қасиетті құқық туралы. Сондықтан
олар таң қалсын. Өйткені кейде адам жасай алатын ең таң қалдыратын нәрсе әлемді таңдау. Бұл олар әрқашан оған қоятын ескі белгілердің жойылуы. Кино жұлдызы, бүлікші, гуманист, фема фаталы. Әрбір тақырып, әрбір сұхбат оны анықтауға, оның артындағы жанды түсінбей, оның ұлылығын сіңіргісі келетін әлемге түсіндіруге тырысты.